Ешкімге тәуелді болғым келмейді. Құдай біреуге күнімді қаратпасын деген ұстаным қазіргі кезде тұрмысқа шықпаған, мансап қуған қыздар арасында сәнге айналды. Өзім үшін өмір сүремін деген ұран сайып келгенде жалғыздықты тудырады. Ешкімді қажет етпеу, ешкімге мұқтаж емес адам отбасы болып жарытпайды. Әйел адамның кір жуып, тамақ пісіріп, үй жинағандығы оның міндеттілігінен емес, ең әуелі отбасы мүшелерінің оған мұқтаж екендігін сезінгендіктен. Сондықтан адамның күні адаммен деген ұстанымды ұстанып, көпшіл болған жөн. Отбасылық өмірдің мәні ерлі-зайыпты бір-біріне мұқтаж және қажет екенін мойындау. Отбасылық өмірдің мәні өзара қамқорлық пен жанашырлық. Бақытты болу бақуатты тұрмысқа тәуелді емес. Әйел кісінің басты міндеті ұрпақ тәрбиелеу. Ер кісінің міндеті сол отбасы мүшелерін асырау. Мұхтар Шахановша айтсақ, әрбір жыныс өз қасиетін сақтауменен бағалы.